Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін қысқа арнап жасалынатын, осындай өте дәмді болып шығатын салаттың рецептімен сіздерге ұсынатын боламын. Бұл салаттың қайнауына бар жоғы 5-ақ минут уақыт кетеді. Ал салат ең бастысы өте дәмді болып шығады. Жасап көргендеріңізге еш өкінбейтін салаттардың бірі. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап көріңіздер. Бірінші кезекте банкаларымызды стерильдеп аламыз. Бізге керекті заттар 3 кг қызанақ, жуа, сәбіз, осындай болгар бұрышы, бір бас чеснок және де қалауларыңызша аскөк қолдансаңыздар болады. Ең алдымен қызанақтарымызды осылай кесіп алатын боламыз. Одан кейін жуамызды да осылай бөліктерге бөліп турап аламыз. Бәрін бірінші дайындап аламыз. Болгар бұрышында осындай видеода көрсетілгендей етіп, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Одан кейін қызанақтарымызды ет тарқыштың көмегімен немесе осындай езгіштің көмегімен езіп алатын боламыз. Сәбізімізді осындай теркадан өткіземіз. Корей салатын өткізетін терка немесе осындай теркада болады. Одан кейін аскөгімізді де майда етіп турап аламыз. Осы кезде чесногымызды да турап дайындап қоямыз. Одан кейін бір ыдысымызға жаңағы ет тарқыштың көмегімен өткізілген помидорымызды, болгар бұрыш, пияз, сәбіз бәрін саламыз. Салып бір осылай араластырып алғаннан кейін газға қоямыз. Салатымызды осылай астынан үстіне қарай барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырғаннан кейін барып газымызға қоятын боламыз. Ал енді салатымызды газға қойып қайнататын боламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін 2 минут шамасында қайнатамыз. 2 минуттан кейін біз 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант және де чеснок, аскөгімізді салып, тағы да 2 минут қайнататын боламыз. Осы жерде видеоға түспей қалған қант, тұз салғаным бәрін бірге салып, тағы да 2 минут қайнатамыз. Араластырып аламыз. Және де 1 ас қасық уксусты құйып, араластырып, ыстықтай банкілерімізге құйып, жауып алатын боламыз салатымызды. 4 минут қайнайды салатымыз. Салатымызды жауып аламыз. Одан кейін жылы жерге төңкеріп 1 күн бойы қойып қоямыз. Бетін жауып осылай. Жылы көрпешемен немесе одеялмен осылай 1 күнге қалдырамыз. Міне салатымыз осындай болып шығады. Өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер.